Hayırlı gün, hürmetli cemaat, salametsizsizmi, hürmetli Kazak bауырларımız. Mine men yol boyuna ketip baram, qorasынан şişalar, oraqının şişası, pivini, bankaları, mesela qolaydan yasalgan нәрседен. Şunaсын etlerinin tizagi, yağni buğu indi bizniше гадигін айтсак. Men bit endi ne deysang da нәрсе деп енді орысша енді қазір ол тігі мазақ журнал вакилі боларақ жазасым келе. Агар да сен яз күні мәселен кетіп барасың, юлыңда шул сиыр буғы, ит буғы мәселен буш шишалар келіп шыға. Тағы нәрсе енді. Хатта тәмәкінің пачкалары міне, тек айткаш кіне шул келіп шықты. Тағы нәрсе анда сөйледім әлі мен тағы. Шул нәрселерге шықса, орақының шишалары буш. Енді шекленіп тұрмағыз, бек ойланып. Шекленіп түгіл енді бек ойланып тұрмағыз, башы отып. Бұл енді туған илігізге қайттығыз сіз. Әлі мен уақытында Румынияда 4-ші жылына ба болған едім. Бухарест, Констанца, бәлки ол шәһәрнің шетлерінде біраз емсіздер, кім біле. Мен мұнда мәселен, өзәгінде матур, шиста. Шунан қайтқаш мен хатта Мәскеуге келіп түшкаш енді сездім, айырылып тұрғанын. Нешек айырылып тұра. Нәрсе деп айта. Шул мұхит, тираяқ шул. Мәселен, бізде ишмасам шәһәрдің өзәгінде бола бит. Жиштырып тұрға. Мәселен, кімнендір тәрбиясы жетмей. Біздің міне татар халқында мәселен синаларыны, өзімізні татар халқындағы кішілеріні әзірәк танқитле башла, шулық тұтыналар. Сен патриот түгіл, сен татар түгіл, ник сен татарларыны яманлайсың. Ник яманламасқа татарны, әгер ол ярышып, бүтән милләтләр белән ярышып, арақы ішә татар тәмәкісі састы. Қазір неше тапқар әлі тыңладым. Әлі доңғыз ит турынан қайдадыр сені тырышалар сыйларға, ярымы меңе деп, мен міне мұсылман, татар деп. Алар енді, міне мен мәселен шындай танышым балу, яратадыр шулай деп. Міне көрдіңіз нешік таралы. Bir kişi мәселен, bir kişi. Әлі мен қайсыларын көріп тұрам енді, алар өзгеріп тұра енді. Әлек, хатта мен білем, туғандар арасында, танышлар арасында, хатталар, доңғыз таталар, хатта. Қазір енді сұпы болдылар, мұсылманға айланды, ансызда бір яғынан яқшы енді. Мен аларға бек қаты бәрішәсім келмей, шынки өзгерділер. Енді яқшы тек алар қайсы уақытта міне бек артық тәләп ете башылар. Міне шуны бұлай етірге бек сұпыға айленелер. Шуны айтам, хатта әлі бір абыйым менім мәрхум енді қызларын шул нешегенде қаты бір әуішті тәләп етіп тұрған, намаздар оқығыз, қызларын намаздар оқығыз. Анарға сұрау берген хәлі жифітті, сен неше яшта оқи башладың? Шуға көре кіші өзгәрі ол. Тек міне шул өзінің тұту шәһәрді мәселен. Машина алды мәселен кіші яңа міне неше тапқыр юлны өтем, алар көріп тұра мәселен. Сенің юлың переход деп жазып қойған. Сені өтіп барасың, айдап келе. Міне мұнда да мәселен, ол машина алды, ол өзін ойлай, тігі хан, емеш, мен хан, машина алдым. Біріншіден кредитқа алған. Екіншіден әлі білмейсің, ол тігі байлар алар, хатта Америкада
Америка Кошма Штатында да алар байларды. Тыштан да алар ди көрүп болмай, сезип болмай экен бай экенин. Элек гади гана кийинип шулай. Али бир бай миллиардерни сүйлөгөнлөрү. Хатта yıllar boyunca bir külmek kiyip beredi. Ol di özünü. Аны былай да билелер. Не керек анарганды байлык. Ул инде тиги Татарда айтым бар бит. Бургудан келген. Киши болса хайырчымы, киши болса байысамы, күндүз чыра ягады. Шун кебек артык кыланалар, менә машинаны кредитка алып, менә мин байдым, успешный, башым эшли. Жамагат ул базарга барыгыз. Әлі меңа вақытында тігі мен милицияны газетта yazып тұрғанда шақта бірнеше кішілер шунда не болды? Фальшивый авизо білән шығылланған бұларан тұтып, шунасын мен аны yazып шығардым, милицияның ішін көрсеттім. Хатта соңыдан енді неше ел узғаш мен ол депутат болдым, енді улақтан мені шақырттылар прокуратураға, мен бармадым, меңе жетекші шалтыратып келейін да, бәрбір сені бәрбір келесің сені, шылай деп. Шынасы мен аларды яқладым. Енді біраз уақыт узғаш алар төре болып кеттілер қайсылары. Бірісі хатта налоговый полицияның жетекшісі. Шунда мен сұрашқан иманардан, міне бизнес алып барғанда байып боламы? Жоқ де, міне де тұрмышқа жетеді. Міне артық де байып болмайанда де. Дұрыс та енді шулай ол. Шулай келіп шыға ол жамағат. Чүнки кіші ұятын жоғалтмышы ішлесе, ол екінші бухгалтерия ашып, хайла ішлеп, шуға көрәттігі уақытында бит нәрсәлі, мәселен, Ильф Петровта, мәселен, анда барған бит, не Корейка китап жіберген ол, Остап Бендер, акулы капитализмі деген. Корейка ашып жіберсе, анда ең бірінші битте жазылған все большие крупные состояния нажиты нечестным трудом де. Шуңа көрә. Әгәр дә син артык бай булса, инде менә халыкның ни дә юк инде. Элек халык алдыннан уят дип әйтерләр. Менә артык мактанмыйм әле байлык белән дип. Юк, хәзер бәлки әгәр дә бүтән мактана торган әйберем булмаса, шул гына кала инде җәмәгать. Байлык белән мактанырга инде. Бер нәрсә дә калмый. Бәлки шулайдыр. Акыл белән мактанып булмый, булмагач инде. Тагы нәрсә белән мактанып булмый, билим белән мактанып булмый. Хәзер инде сатып та алалар хатта. Әле элек тә булган ул. Теге Өзбекстанда безнең әни мәрхүм туганнарына барганда, шунда әле сатучылар килеп, анда шират төзелгән, саталмый ди, баш эшләмий ди. Без мәсәлән җәмәгать, мин мәктәптә укганда мактанган булмасын, башымда бәрен уйлап, хәзер дә мин шуты алам. Ашыкмыш уйласам да, хатта мин бер энемнең кибетендә утырганым, аның берничә шул байлыгы бар, шунда мин анда утырдым. Утырдым да шунда башта уйладым. Кеше керә мәсәлән, кеше керә, яшьләр, егетләр, мин менә шуны сорыйм, моны сорыйм, әйтәм, менә фәлән, шунасын теге ул акча бирә, мин әйтәм, сдача фәлән, дөресме дим? Берсе дә уйлап әйтми, не знаю диләр, беләсезме? Чөнки алар башлар эшләми, акча ясарга хәйлә. Берсе бит әле яхшы укыган мәктәптә, берсе яман укыган математикада. Шуннан соң теге яхшы укыганы сорый икән. Ничек син менә син бит ул бергә дә кушып кына шул. Ничә әле син юнлап белмидең математика, ничек байып киттең? Мин ди мәсәлән ди, алам ди товарны 100 сумга ди, 200 сумга яшим ди. Шул 1% белән яшим ди, шулай дигән була инде. 200 сумга сатада 1% икән. Шул кебек белемләре юк, ничек инде башка мактанырга бер нәрсә булмаса, әйдә, ичмасам, шуны ичмасам, үземнең байлыгымны күрсәтим ди. Менә машина узып китсен, бу моңарга юл бирәбез без. Аларга юл бирәбез мәсәлән. Менә элек булган
пожарға ошығасың мәлі деп. Шын кібік, әйдеп баралар, қыланалар, кімнің не шынасын тұтыналар. По неосторожности деп айтылар. Атаңның башы, нендейінде неосторожность. Бірсі алсын да, мәселен, тігі шалғы деп айтылар, каса. Урамда кетіп барсын, я бірсін башын шауып жібарсын, я екіншісін. Анарға по неосторожности деп айтылар бір. Шын шықылы, еміш, әйдеп келелер. Ол бет, қайсылары машиналы қыш бойына тұрған, мәселен. Аны қыш күні тұрып, жаңағына отырғанlar, көрдіңіз бе? Машиналар көбейіп кетті. Аны профилактик ұзған ма, жоқ ма, Құдай білсін. Жоқ, әйдеп прямо. Міне қорғаларны, мәселен, аларды кішіге қарағанда ақылырақ дейлер, алар қаттан ақар. Аларды турна көп нәрсе сөйлейлер, бірсінге айтып кетемді. Алар демеді бір қорға өліп кетсе, алар янына келіп, ойлап тұралар де. Нәрседен болған, шынардан сақыланырға керек деп. Қатта қорға де, кішіні де ятлап ала де, yüzінде. Ол кімдір аны құтқарып қалған, шынасын янына келе қатта ол де, қорға де. Кішіде шынды қойсы уақытта шу қорғанын ақылы да жетмей қатта, қорғанын ақылы да жетмей. Ол бір қайшан ойламай, міне кіші жаяу бара, қаралы, күнне шырға бола, жүрегі таза деп, біздің анимар қайта, жүрек таза деп. Мәселен, үлкен ешті кіші жүгіріп бара, я жаяу кетіп бара, ирақтан. Алар енді біраз күнне шып қараға тиіш. Қоя ол жәмәғат байлық мән бақтанырға шул нейді, ұршы әйтміші, предмет, что ли, зависти. Япон, Вьетнам халығында айталар, ақшаны жеңіл табырға дей, сәлемәтлікні табырға ауыр деп айталар. Шуңа көре ақша білән тек құтырып, кішіні бұза, бигірәкті өлік алар қайыршы болып яшаған, міне менің бір танышылар бір көршіде тұрған. Өлік мәселен, ғадигіна яшадылар алар қатта, ғадигіна. Шулай. Ашарына жетмей тұрды, өздері ипеп пішіріп, қатта түрлі хал болды жәмағат. Енді тағы нәрсе айтасы кейді. Енді бара-бара екі баласы байып кетті де, ұшырашам. Міне Америкада менің малайымны тудырттым мен, Американың граждандылығы бар. Әр шақта шуңа меңе сөйлейді тұрам. Міне шул, әгерде ол бай ғайлада туып өссе, ол бұтан нәрсе білен ғұрланыр. Амында ғұрлана тұрған бір нәрсесі жоған жәмәғат. Бір нәрсесі жоқ шул. Америкаға барып берем мен, Америкаға барып берем. Балам шында Америка гражданлық алды кішкіна. Шында роддомда дүнияға келді де. Шулай де мәселен ол. Міне рахмет бұлар меңе аңладылар. Машиналар ішмаса ұрышқан ешкендер мәлі. Біраз yol беріп аңладылар алар. Біз де аңлайбыз біз жәмәғат. Тротуардан кетіп барабыз, артымыздан машина. Анарға енді керек болса, яри. Ақай соқта қаттау тігі әлі кім болып машинадан қуып жете. Әлі шу шақта бір қатын ақылсыз. Тротуардан кетіп барам, ол тротуардан шық пелі, ақыра барам деп. Міне, өзін әлі айтқан мекен, ол алайса сарық дере керек. Очень приятно деп айтыра керек енарға. А я журналист такой дедік. Мен қатта редакцияны шық пелем. Ол қаршы болды. Қаршы болды, артымнан келейкі. Кімдір енді айта, қатын қыз де, ұрышанды, женщин за рулем де, обезьяны с гранаты деп. Ерлер де қойсы уақытта міне, қойсы қатын қызларына алар тәртип шақлылар мәселен. Өзін тұта білелер. Біздің ерлер қызғанышқа қаршы ақыллары жетмей. Әйдеп, әлі, кімнедір мәселен, иқтибары жетмей. Иқтибары жетмей кімнен мәселен. Ол міне машинаға отыра, башы шіләмей қайсы уақытта шашып кетер. Кімдір шіләшіп те машинаны ерте ала.
Алар ойламай, гүл шул һәр кайсы ойлый. Менә мин аны игътибар иткән, минем туганнар арасында, бер туган арасында. Алар бер абыйым да шуны күзәтеп торган икән. Овинлар ди, мәсәлән, бездә 3 овинмы? Бер туганнар. Овин ди ул мәсәлән машина йөртергә беләләр икән, кулларына килә ди. Без килми ди. Шунда хактыр ул, менә стрелец мәсәлән. Мин ничә иҗади кешеләр бар, танышлар. Алар стрелец, машина алмыйлар, байдылар, ничек? Машина алмадылар. Бездә инде менә бу әйтәләр, урысча быть или казаться дип әйтәләр, мәсәлән. Быть или казаться дип мәсәлән. Кемдер бәхетле үзен анарга тыйыла инде, бәхетле, ул сизә бәхетле икән. Шуңа күрә ул артык байлыкка да омтылмый. Аллага шөкер, исән сау татулык гаиләдә мин бәхетти, шунсы җитеп тора. Кайсының мәсәлән гаиләдә бәхете юк. Ызгыш, бер-берсен күрәлмиләр, бигрәк бай гаиләләр алар, кутырып китә, мин иншалларны тормышларын әйтеп салганым. Инде танышлар күз алдында ничек үзен бәхетле итеп күрсәтергә инде. Шул байлык белән мактанырга мәллә шул. Так. Безгә монда менә кызык булды бу юлы. Мин аны кичә куйдым озын итеп видеоны. Кайсы вакытта тырышасың ничектер, тирән фикерле булсын дип. Халык карамый. Нәрсә ваимсыз ди, равнодушный, я битараф, нейтральный. Кайсы вакытта теге проходной материал дип нәрсә булса да сөйлисең шунда. Халык кызыксынып карый. Менә мин мәсәлән тагы КамАЗ, бу плавильный котел дип видео төшергәнем, анда төрле милләтләрнең кешеләре, вәкилләре эшләп йөри дип. Карасам, кыска вакытта 500 кеше караган. Лайклар бик куймыйлар. Карыйлар. Хәзер менә кемдер карый да сорыйлар. Подпискаң күпме мәсәлән, күпме кеше карый ди. Мин кичә генә куйган идем әле. 72 мең кеше караган 4 ел арасында Гагаузидагы бер туйны, анда Гагаузи музыкасы 72 мең кеше караган. Кемдер әнә теге TikTok'тан карый да, мәсәлән, менә миндә мәсәлән миллионнар карый ди. Ну миллион мин әле вакытында әйткән идем. Базарга бар да, я син менә берничә кеше арасында акыллы сүзләр әйт, киңәш бир. Сине бер 10 кеше тыңлый, сине акыллы кеше дип саный. Я син базарга бар да кайсы вакытта шәрә күтеңне күрсәт. Анда сине йөзләрчә кеше күрә, ярсы берсе кышкыр, ямсыз. Анда инде күп кеше сине, ну шунда да мәсәлән ни вақтанырға булмый, менә фәлән кеше мине карады шулай дип. Шуңа күрә 5000 кеше язылган. 12 ме? 13 ел була инде, 13 ел дәврендә. Алар хөрмәтлеләр, чөнки алар ышанып менә бигрәк бу җаяу бар инде дигәнем, шәһәрнең бер читенә менә. Ичмаса машиналарны күрәсез. Хәзер брас инде артык кайсы вакытта гаепләп та булмый. Менә шушы күпердә мин әнә бер тулай торакта торган чакта Одессада вакытында бер плащ алган идем. Шуны киям дә ялкынны, апам менә бүтән якта тора. Шунда мин хатта
плащ киіп барадырым. Шушы көпірге мінсем, ол уақытта міне шушы нәрсе болмаған мәселен. Ушы нәрсе болмады. Міне шушыға кетіп бара автобус. Біздегі ішлеген бір атасы Шеркес, анасы Маржа, ол аларны тұрмышлары ауыр деп, ішлері ауыр деп, қатта яқлап бір мәқала yazған газетте, собранияларда жиылышында болып. Бұл шулай міне мен кетіп барам, алар лайықлы мекен, алар шул біздің журналистлар аларны жәлләп яқлағанға білмейм. Чөнки міне шудан кетіп барам көпірден, ол көріп ала менің плащымны, ашу келіп бара. Ол уақытта халық білесізме? Мен ол 88 жылы бірінші тапқыр Одессада болдым. Бір абыйым, енді шул офицер, базарға бардық та, плащ ізледік. Ол айта, міне бұл модадан шыға, тезгіне дей, ұзамышы, сен аны алма дей. Классический алды. Мен алдым моторғына бір шынды сұры түсті моторғына плащ. Алар шуны көрелерді ашу келе. Енді ортадан кетіп барған автобус. Міне шушыны көреді көпірді. Мен кетіп барғанны менің яғыма бұрып, кішірақтығы суны шәшіретіп кетті. Кішінің ітлігі міне. Міне кішінің ітлігі мәселен. Шулай міне машинада алар ітлер көп әлі бір уақытта кетіп барған тігі анекдот бар бейді. Чукоткадағы бір әлі неде тайгадағы бір кіші қышқырайқан бірісі товарищ помоги. Ол айта, Мәскеуде сен мені нешек атысың әлі, мен ал сөзін айтып та тұрмай менде. Амында товарищ, шын шекілі қыш күнні қарға батып тұралар, ярдам ет әлі деп өтінәлер қатта. Bir қойшан көрмедім, қатта ақшада көрсетесің. Юлда тоқтатасы келмейлер міне. Әлі кім болып бұл қайыршен мен отыртмайым, нәрсәмі деп артық қыланалар енді. Көп нәрсе болды ол, көп нәрсе. Шыға көре айтасы келе, міне менің тыңнаушылар арасында бәлки көп халық бардыр алы, машиналы. Көп халық біздің шул татар кішісі. Жәмәғат өзіңіздің абыройыңызны, өзіңіздің ұятыңызны сатып ермәгіз міне. Чөнки нәрсе деп айтылар, земля круглый деп айтылар. Ол мәселен қайда кіші артық нете бір қашан келіп шыға ол бәрі. Өзіне шулай бола. Міне шуныдан тамамлайсың келе қазір міне. Тілесем екінші үлішіні, бөлікіні ашып жіберімін. Қазір шуныдан тамамлап қоясың келе. Міне мен аларының өзлерінің нешек тұталар, шуны қарайсым келгені. Машина үртішілер. Чөнки мен сізге бет алар хақында видео шундай мақсатым болды түсірге. Оңышлар сізге исен сау болыңыз, бір-біріңізді құрмет етіңіз. Сізге құрметіңіз қайташақ. Яузлығыз да қайташақ, құрметіңіз да қайташақ. Tamam.